Сәлем достар, сіздермен бірге керек кеңес арнасы. Ас содасын ішкен адамның ағзасында қандай өзгерістер болады? Кәдімгі ас содасының денсаулыққа пайдасы бар екен. Ол жөнінде білетіндер айтады. Олар бірнеше тәсілдер жөнінде айтып отыр, бірақ оларды қолдану үшін өз шамаңызды біліңіз. Ал емдеу тәсілдері мынандай. Соданың белгілі бір мөлшерін таңертең аш қарынға ішіп тұру керек. Сосын оны күні бойы тамақтан жарты сағат бұрын және тамақ ішіп болған соң 1 сағаттан кейін ішу қажет. Яғни онда ол кезде ас болмауы, ас қорыту процесі жүріп жатпауы тиіс. Ал соданы алғашқыда пышақ ұшымен аз ғана ішіп алу керек. Қажет болса, мөлшерін біртіндеп көбейтеді. Соданы аптасына немесе айына 1 мәрте деген курспен де қабылдауға болады. Тек ағзаны тыңдай біліңіз. Ол қабылдамаса, сода ішуге зорламаңыз. Бұл соданы қабылдау ережелері. Ал оны қабылдау тәсілдері мынандай. Кей аурулардың алдын алу үшін таңертең аш қарынға шай қасықпен 3-тен 1 мөлшерінде соданы алдымен жылы суға, сосын үстінен мұздай су араластырып ішу керек. Асқазан үшін ішілетін болса, бөліп ішіледі. Ал ағзаның басқа мүшесі үшін болса, сіміріп ішуге болады. Курсы 1-2 апта, күніне 3 мәртеден, кейде 1 айға дейін ішуге болады. Таңертең аш қарынға 700-900 мл сода ерітіндісін ішіңіз. Ол үшін қайнаған суға 1 шай қасық сода салып, араластырып отырып, қажетті температурада жылытады. Аш қарынға ішеді. Ол бауырды тазартады, иммунитетті арттырады, паразиттерді жояды. 1 апта бойы, сосын айына 1 мәрте ішіп тұру керек. Аптасына 2 рет мынандай ерітіндіні ішуге болады. Жарты литр ыстық суға жарты шай қасық сода салып, араластырып, салқындатып, аш қарынға ішуге болады. Сода мөлшерін біртіндеп көбейтуге де болады. Жалпы мөлшері адамның қай ауруды емдеуіне, жай-күйіне сәйкес таңдалады. Сода қатерлі ісіктің алдын алу үшін де қолданылады. Ол өкпе аурулары кезінде жөтелді жеңілдетеді. Сондай-ақ асқазан ішек ауруларына қарсы пайдасы бар. Ағзаны сілтілендіруде пайдасы мол, өтте несеп қабынуда, бүйректе тас болса да оны ерітеді. Ол буындағы омыртқадағы іркілген зиянды заттарды жоя алады. Қанды сілтілерді оны жәндік шаққан жерге де жағуға болады. Суықтағанда, ангинада ингаляция түрінде пайдалануға да болады. Көз қабынғанда әлсіз ерітіндісін пайдалануға мүмкіндік бар. Сонымен тісті тазартып, табиғи қалпына келтіруге де мүмкіндік бар. Аяқ-қолдағы саңырауқұлақтарды жоюға, яғни ванна арқылы алақандағы, табандағы күсті жібітуге де қолданылады. Сіздермен болған керек кеңес арнасы. Осы ақпараттарым сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Рахмет.